Алла тағала сізбен бізге білімін жалғастырып айтады. Жаратушы затпенен жаратушы бола алмайтын зат тең емес қой дейді. Афала тадаккарун, сіздер бұны ескермейсіздер ме дейді. Адам бірақ ескермейді ғой, өйткені білесіз ба, біз ойлаймыз, бұл дүниеде барлық нәрсені мен саналаймын деп, дұрыс па? Осы жерде отырған қанша адам бар сіз? Тыңдаушы қанша адам бар интернетте? Өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Осы өмірдің бәрін мен саналы өмір сүріп жүрмін ба десеңіз, мен сізге сұрақ қойсам, не дейсіз? Иә деп ауыз толтырып жауап бересіз. Мен барлық ісімді ақылға саламын, ақылмен жасаймын. Ақылыма сыймаса мен оны жасамаймын. Мен оның барлығын өзімнің ойыммен, ақылыммен жасаудамын дейсіз. Соған кірейікші енді. Алла тағала сөзін жалғастырып айтады. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Алланың нығметін, сіздерге берген нығметін есептесеңдер есебі жоқ. Инналлаха ла ғафурur рахим. Алла тағала енді кешірімді, мейірімді дейді. Өйткені Алланың шүкірін біз жеткізе алмаймыз ғой. Мұны айтпақшы болғаны, Алла тағала жаратқан кезде бізге барлық жағдайды жаратып берді ғой. Сол жаратқан бізге пайдалы болған заттарды біз егер есептесек, оның есебіне жете алмаймыз да. Оның руханийі бар, мағынауи бар, заттай бар, басқалай бар, көптеген себептер Алла тағала бізге жаратып берді. Алла тағала біздің сол заттарды қолдана алмай жүргенімізге, дұрыс орнына қарай жасамайтынымызға Алла тағала аса кешірімді және аса мейірімді. Сол үшін осы екі сипатын берді. 99 Құрандағы сипаттың ішінде екі-ақ сипатты айтты. Осы нығмет туралы. Алла кешірімді, Алла мейірімді. Мейірім деген нығметтерін пайдалан. Кешірім деген кешірімін сұрап жүр. Өйткені біз білетін де білмейтін де нығметтер өте көп екен.